Азаматтар, бүгін талқылап отырмыз. Жалпы сіздердің алдыңызға мен мынандай сұрақ қояйын. Тіл дегеніміздің өзі не? Міне осыны айқындап отырмыз. Тіл саясат па? Міне 4 проблема қойған тіл саясаты дейді. Неге бұл саясатқа айналып отыр? Бұл саясат емес, қазір дертке айналып отыр. Дертті шығарып отырған мен дәрігер болғандықтан айтамын. Дерттің себебін анықтамасам, ол ауруды жаза алмайды. Себебі сонда тілдің мынау, осынша. Совет одағынан кейін 15 мемлекет құрылды. Бірде-бір елде тіл саясаты деген саясат, тіл мәселесі деген мәселе жоқ. Жанымыз Қазақстанда. Неге бұған? Бұған негізінен бүкіл елбасы, үкімет, парламент, бізді басқарып отырған, қоғамды басқарып отырған жүйе түгелімен кінәлі. Тілдің дерттің себебін шығарып отырған солар. Сондықтан Назарбаев, анау Кәрім Мәсімов, қазақ тілін білмесе ол мемлекет басшысы неге болады, ұялмай ма? Біз бұл арада ашық айтуымыз керек. Егер мәселе шешкілеріңіз келсе, Алматы қаласы әкімшілігі мәселенің себебін анықтауымыз керек. Мемлекеттің қаулысы қабылданды. Алматы қаласында 2006 жылдан бастап іс қағазы бәрі дүние қазақша жүреді. 2010 жыл қарап. Күлкі, ұят. Осындай қоғамдық жүйе бола ма екен? Содан кейін мынау көпұлтты деген нәрсе. Көпұлтты дегенге федерация деген сөз бар. Қазақстан ешқандай көпұлтты емес. Бұны тағы қолдан жасап отыр. Бұл унитарный ел. Сондықтан мынау ассамблея деген қолдан жасалған парламент. Осы арқылы бүкіл халықтың арасында ретке салып отыр. Назарбаевтан бастап. Бұның барлығын біз ашық айтуымыз керек. Жалпы бұндай мәселеде енді ана үкімет адамдарын сол Назарбаевтардың өзін шақыру керек. Біз сайлап отырмыз ғой. Олар біз оның құлы емеспіз. Біз сайлап отырған ел басшысы болғаннан кейін елдің қамын ойлау керек. Сондықтан мен айтам, тіл деген нәрсе бұл саясат емес. Саясаттықтан алу керек. Бұны руханиятқа айналдыру керек. Рухани дүние. Бүкіл халықтың менталитетін сол халықтың ұлттық тілі ғана жасайды. Біз қазір қазақ халықты ұлттық менталитетімізден айырыла бастадық. Жастарымыздың қасіретке батырып жүрміз. Ата-ана орыстың түсінбегендіктен орыс мектебіне беріп отыр балалар. Орыс мектебін бітірген балаларда қазақы менталитет болмайды. Еш уақытта. Ең мықты деген орыс тілінен білімді болып шықты деген олжастың өзі базар не болып қалды? Халықтың жетісұрынына айтуымыз керек осыны, кім болса да. Бұл мәселесін біз ашық айтпасақ, мынау жырға айналды, 20 жыл. Елден, жұрттан, бүкіл айналамыздан халықтан ұят. Біз қолдан жасап отырмыз. Сондықтан менің айтарым, мына 3 тұғырлы тілді дейді, көрегенді дейді. Бұл деген не биология заңдылығы, не физиология заңдылығын білмейтін надан адамның шығарған дүниесі. Бала бақшасынан дейін, 9 жасқа дейін, 9 жасында баланың логикасы, оғанға дейін ешқандай басқа тілді беруге болмайды. Не слабоумие шығады, бала бақшасында 3 жастар. Не болмаса шизофрения. Шизофренияның 100-ден аса түрі бар, жасырын. Көрімен не биологиялық, не физиологиялық заңға бағынуымыз керек. Үйтіп бұны қалтадан ала салдан шығарған дүниемен 3 тұғырлы тіл деген не деген дүние? Тұғыры керек тілдің өзі жасап алады. Бүкіл халықта бар миын ашты, бұл қажет жоқ оған. Мәселен, кімге керек? Өздері ол тілді 30 тіл үйренсін. Алматының үсті бұл қайғыға айналды қазір. Мына түтін, смог қандай көп болатын болса, рухани ыластық соншама мол. Бұның барлығы мына Алматы қаласының әкімшілігінің мойнындағы қарыз. Қай жерде жиналсын, орысша сөйлейді. Бұл не деген сұмдық бұл? Бұл қашан тоқтайды бұл нәрсе? Біз елден, жұрттан әбден намысымыз жер болып, бүкіл қазақ халқы қорланып отыр. Сіздер бұны
апатта итермелеп отырсыздар. Әне қырғыз бұсап қазақта көтерілеміз деп отыр. Бүкіл мен облыстарда болып қайттым. Бір риза жан жоқ. Әлеуметтік дүниеде, материалдық дүниеде барлығынан өте. Неге? Сіздерге мен айтайын, барлықтарыңыз оқыған адамдарсыздар. Езетек туралы білімге мынандай дүние айтады. Бүкіл халықтың басына түсетін карма өзінің ана тілін қорлаудан шығады екен. Екінші бір дүние айтайын сіздерге. Мына Ібіліс Сайтан бар ғой. Осы Ібіліс Сайтанның бірінші көмекшісі космополиттер екен. Солай жазады. Мына қызықты қараңыз, оқыңыздар. Ібіліс Сайтанның бірінші көмекшісі космополиттер. Қазір біз орыстың отырмау саясатынан құтылғанмен бүкіл шарағазаттар мен космополиттің бодандығында қалып отырған еді қазақ халқы. Бұл бодандықты жою керек, қолдан жасалған бодандық. Мен өтінем, мынау жиналып алып, күнде жиналыс әкімшілікке бір істелетін іс жоқ. Сондықтан бұл ұят болады. Барлығымыздың уақытымыз өзімізге жаман ба жақсы ма, өзіміздің істеп жүрген шаруамыз бар. Міне сіздерді сыйлап келеміз. Істеген айтылған сөздің қорытындысын шығаруымыз керек.